Аят командасының өкінішке орай не айтқаны белгісіз. Василий Смолиннің. Сондықтан да алдағы минуттарда білеміз! Есеп 1-0. Міне! Дави Мендонсаның алған үзілісі жылдам өзінің нәтижесін берді. Шыңғыс Есенаманов тайм-аутты біте салысымен есеп ашып кетті. Осылай ойнаңдар деп айтып жатқан шығар Дави Мендонса қазір. 1-0 Семей командасы алға шықты. Алаң иелері Шыңғыс Есенаманов алғашқы гол соқты бүгінгі матчтағы. Алыстан бағытталған доп қаншама ойыншының арасынан өтіп кеткен бұл жерде. Түсінбей қалды. Әбдірасыл Әбдіманабұлы. Әбдірасыл бірден көрсетті бұрышты. Ортаға пас және Кайо Торрес. Өз қақпасына допты тоғытып алды. 1-1. Әбдірасылдың пасынан кейін Торрес өз қақпасына енгізіп алды. Соңғы 2 минут Торрес үшін өте ауыр болды. Сарыға қызалды артынша автогол. Ортаға пас және Дедезиньо. Кайо Торрестің пасынан кейін гол соқты, құрметті көрермен. Кайо бағанағы қателіктерін жуып шайып отыр деген сөз. Бұрыштан көтерілген топқа баспен тамаша жауап қатқан Дедезиньо 2-1. Семей көп ұзатқан жоқ. Қайтадан алға шықты есепте, құрметті көрермен. Жергілікті жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ. Дедезиньо бұл Семей командасының сүрмергендерінің бірі. Пасты қараңыздаршы, өте қандай керемет асылған пас. Ешкім жапқан жоқ Дедезиньоны. Аят ойыншылары бұл жерде немен айналысып тұрғандары түсініксіз. Матчта қарша боратуда. Негізінен футболда ондай футболдағыдай көп сары қағаз көрсетіле бермейді. Ал бүгін бірінші таймның өзінде 3 ескерту көріп үлгердік. Семей командасы қазір 3-ші голдарын соғуы мүмкін бүгінгі матчтағы. Леандерсон қазір төрешіге бір нәрсені дәлелдеуге тырысып. Сонымен төреш ысқырық шалды. Қақпаға соққы! Есеп 3-1, құрметті көрермен. Айымдолын сәт пайдаланды. Бандаревтің үстінен асырып тастай салды. Бұл Лазюк, Руслан Лазюк. Семей командасының 3-ші голын соқты. Лазюк беларусиялық жартылай қорғаушы биылғы маусымда 3 гол соққан екен. Плей-офф кезеңінде алғашқы голды қарсылас қақпасына тоғытты. Рауан Атантаев сияқты мықты бола алмады Дмитрий Бандарев. 3-1 айыптауын көрдік біз бірінші таймның өзінде. Оның екеуінде қонақтар пайдалана алмады, ал бір берілген мүмкіндікті мүлт бермеді Семей. Ришат Катляков. Тағыда пас берген сол Кайо Торрес мына жерде гол салып кетті. Дәл солай біз қайталау көріп отырған кезде 4-1-ге жеткізіп кетті Семей командасы. Қазір енді ешқандай не айта алмаймыз. Ринат Төреғазин салған секілді. Енді қайталау ұсынса болады бізге режиссерлар. Ринат Төреғазин бұл голдың авторы. 4-1 айқын басымдылықтың ұтуда. Кайо Торрес пас берді. Дедезиньо екен пасты түйіндеген, Ринат Төреғазин емес. Бұл жерде басты соққанын сезгендей болдық. Сөйтсек Дедезиньо екен. Бүгінгі матчта 4-2. 2 минутта, 1 минутта тіпті 2 гол көрдік. Аят командасы есеп айырмасын қысқартты. 4-2. Бұл Леандриньо жойқын соққы бағыттаған. Пас берген Азат Валиулин. 4-2.
Осылайша екінші таймда гол көрмедік деп шағым тастап отқан едік. Тамаша пас, Ренден ортаға берді, соққы! Есеп 4-3 құрметті көрермен. Аят командасы бір голға дейін есеп айырмасын қысқартты. 4-3. Бесінші футболшыны шығарғаны командаға көмектесті. Қайталап көрейік, шабуылды тура сол Антон Ренден. Қосалқы ойыншы, 5-ші ойыншы пас берді. Ал Розенский жақсы түйіндей білді. Қақпаның маңдайшасына тиіп барып, екі бірдей айыпдауын біреуін қиыстепті, біреуін қақпашы қайтарып тастады. Ортаға пас, Розенский тамаша! Есеп 4-4, құрметті көрермендер. 4-1 есебімен жеңіліп жатқан Аят осылайша 3 гол соқты. 4-4, 5 футболшыны шығарған Василий Смолиннің көрегенділігін айтып өтуіміз керек осы жерде. Матчтың аяқталуына 1,5 минут қалған кезде 4-ші голын салып кетті. Ал тамаша пасты шығарып берілген бұл жерде Розенский. Розенский өзі 3-ші голды соқты және нәтижелі пасты берді. 4-ші голды соққан сәтте желкесінде көзі бар адамдай арқасындағы тұрған Жежені қалай сезді десеңші. Екі футболшының арасынан пасты. ЖЖ біріншін айналып өтті. Есеп 4-5, құрметті көрермен. ЖЖ бағына пайдалана алмаған мүмкіндігін енді салып отыр. Джефферсон Хосе дос Сантос. 4-5. Экстра таймның алғашқы 3-ші минутында салды. 4-5. 4-1 есебімен жеңіліп жатқан Аят осылайша есепті 4-5 қылды. ЖЖ-нің мүмкіндігі оң аяғымен алыс бұрышта тамаша көздеді. Енді алға қарай пас және соққы. Бандарев алып шықты, тағы бір мүмкіндік. Есеп 5-5, құрметті көрермендер. Дедезиньо хет-трик. Бірінші экстра тайм аяқталар тұста теңестіріп кетті. Семей командасы 5-5. Енді өте қызық екінші экстра тайм тұр бізді. Дедезиньо 3-ші голын салды бүгінгі матчтағы. Қайталап көрейік шабуылды. Ринат Төреғазин, одан кейін доп. Бұл жерде барлығын жасап берген Ринат Төреғазиннің өзі екен. Айбалаңның ішінде допты тартып алды. Дер кезінде пас беріп үлгерді. Дедезиньоның қуанышында шек жоқ. Мен ысқырық шалды. Соққы, есеп 1-0. Семей командасы алға шықты пенальти сериясында. Енді Джейми Книс қақпада, ал соққы жасайтын қазір Аят ойын. Лукао, оған қарсы Джейми Книс. Сонымен соққы, есеп 1-1. Әзірге екі Дедезиньо, хет-триктің авторы бүгінгі матчтағы. Соққы, және бұл жолы оның ойлағандай болмады. Дедезиньоның соққысын қайтарды. Соққы, Рауан Атантаев жіберіп алды бұл жолы. Ал енді Семей командасының ойыншысы тебеді. Бандарев оған қарсы. Соққы. Ешқандай да мүлт кеткен жоқ. Тейшейра.
2-2. Үшінші пенальти тебетін Аят ойыншысы. Енді ЖЖ бүгінгі матчта 5-ші голды соққан, мүлт кетті. Бағанағы бірінші таймдағы дабл пенальтида екеуінде де мүлт кеткен, бұл жолы да жол болмады. Сонымен оған қарсы Бандарев. 3-2. Шыңғыс Есенаманов бүгінгі матч. Оған қарсы Рауан Атантаев. Соққы. Есеп тең. 3-3. Соңғы 1-1 пенальтиден қалды енді. Шешуші сәттердің бірі. Сонымен Торрес. Соққы. Есеп 4-3. Қазір егер Аят командасы есеп 4-4 қылатын болса, онда Лотариянда. Оған қарсы Джейми. Сонымен тепті, есеп теңесті 4-4. Енді қақпашылардың көп ойнаған жоқ бұл ойыншы. Сонымен Ришат тепті, қайтарды. Бандарев қайтарды, алғашқы сейв. Есеп 4-4. Егер Аяттың ойыншысы қазір мүлт кетпесе, онда 5-4 Валиулин қарсылас қақпашысының қолында. Есеп 4-5. Аят командасы пенальтилер сериясы арқылы жеңіске жетті. Құрметті көрермендер, негізгі уақытта 5-5 есебі тіркелді. Енді міне Аят пенальтилер сериясында 4-5 есебімен Семейді қапы қалдырды. Екінші ойын ертең 17:00-де өтетін болады.